Алдыңғы сабағымызда тоқтаған 7-ші сұрақтан әрі қарай жалғастыратын боламыз. 12-ші ғасырда қазіргі Түркістан қаласында 12-ші ғасырда қазіргі Түркістан қаласында сопылық ілімнің насихатшысы болған ғұлама. Жүсіп, енді А вариантында Жүсіп Баласағұни. Жүсіп Баласағұни бізде Қарахан мемлекетінде болған ғұлама. Жүсіп Баласағұни жалпы Баласағұн қаласында дүниеге келген. Баласағұн. Бұл А варианты жатпайды, себебі бізде Түркістан қаласын сұрап тұр. Келесі, екінші, Мұхаммед Хайдар Дулати. Мұхаммед Хайдар Дулати бізде 1499 жылдары 1499 жылы дүниеге келген тарихшы. Бұл бізде 12-ші ғасырға сәйкес келмейді, себебі бұл 15-ші ғасырға жатқызылады. Келесі, Қожа Ахмет Яссауи. Қожа Ахмет Яссауи бізде Түркістан қаласында сопылық ілімді насихаттаған 12-ші ғасырдағы ғұлама. Яғни 7-ші сұрақтың жауабы бізде С болады. Қожа Ахмет Яссауи. Д вариантындағы Ахмет Югнекиге тоқтала кететін болсақ, бұл да Баласағұн сияқты Қарахан мемлекетінде болған ғұлама. Бұл Ахмет Югнеки жалпы екі деректе, бірінде Тараз қаласында, екіншісі Баласағұн қаласының маңында дүниеге келді деген екі дерек бар. Ал жалпы біздегі сұрақтағы сопылық ілімді насихаттаған кісі ғұлама бізде Қожа Ахмет Яссауи. Және бұл бізде осы күнге дейін қалдырып кеткен негізгі еңбек деректерінің бірі, хикметтерін қазіргі 21-ші ғасырға дейін үгіт насихат ретінде қалдырған болатын. Келесі, 8-ші сұрақ. Алашорда автономиясының орталығы болып жарияланған қала. Алашорда автономиясы. Алашорда, Алаш партиясы, Алашордалықтар. Яғни бұл Алашорда, яғни Қазақ КСР мемлекет автономиялық, кейін КСР болып жарияланады. Алашордалық автономияның орталығы қаласы, яғни астанасы болған қала. Ол бізде Алматы болмайды, Ақмолада жатқызылмайды. Алашорданың автономиялық орталық болған қала бізде шығыстағы Семей қаласы, Қостанай жатқызылмайды. Ал жалпы біздегі Қазақ АКСР-ның ең алғашқы астанасы бізде Орынбор қаласы. Кейін Орынбордан бізде Қызылордаға ауысады. Қызылордадан Алматы, Алматыдан Астана, Ақмолаға, кейін Целиноград, одан Ақмола болады, кейін Астана, Астанадан кейін Қазақстан. Алматы кезіндегі біздегі тәуелсіздік алғаннан кейінгі астанамыз осы Алматы болған болатын. Алматыдан кейін Ақмолаға көшіріледі, Ақмоладан кейін бізде Астана болады. Астанадан кейін бәріміз білеміз, Нұр-Сұлтан қаласы болып өзгертілген болатын. 9-шы сұрақ. Қазақстан жеріндегі алғашқы адамдар ұжымы. Қазақстан жерінде жалпы Қазақстан территориясының ең алғашқы адамдар, Қазақстан территориясында ең алғашқы адамдар оңтүстік Қазақстан жерінде, Қаратау өңірінде пайда болып, сол жерлерді мекен еткен болатын. Алғашқы адамдардың ұжымы бізде ол әрине тобыр болады. Тобырдан кейін бізде руға қалыптасамыз. Тобырдан кейін ру болып қалыптасамыз. Рудан кейін бір-бірінің туыстас екенін білу арқылы олар ру болып қалыптасады. Рудан кейін тайпалық жүйеге өтеміз. Тайпалық жүйеге өткеннен кейін тайпалар бір-бірімен бірігіп, қағанаттар, мемлекеттер құрып, әрі қарай дамып ұжымдарды қалыптастырған болатын. Жалпы Қазақстан жеріндегі алғашқы адамдар ұжымы бізде тобыр. 10-шы.
қимақ қағанатының орнына құрылған мемлекет. Қимақ қағанат. Жалпы Қазақстан жерінде, Қазақстан территориясында Қазақстан территориясының солтүстік, орталық және батыс бөліктеріндегі өмір сүрген мемлекет ол бізде қағанат қимақтар болған болатын. Бұл қимақтар жалпы Қазақстанның бөлігінде солтүстік, орталық, батысында мекен еткеннен кейін олар 9-шы және 11-ші ғасырларда өмір сүрген қағанат болады. Бұл қимақтар кейін бұның орнына қимақтардың ішіндегі ең мықты, ең ірі тайпа қыпшақтар болған болатын. Осы қыпшақ ақсүйектері қимақтардың әлсіреуін пайдалана отыра билікті өзінің қарамағына, яғни өздерінің қолдарына ала бастаған болатын. Яғни 10-шы сұрақтың жауабы қимақ қағанатының орнына құрылған мемлекет бізде қыпшақтар. Осы енді екінші вариант қарахандықтар. Қарахандықтар Қазақстанның оңтүстік шығыс бөлігі, яғни Жетісу жерінде өмір сүрген қарахандықтар. Оғыздар Қазақстанның оңтүстік бөліктерінде, қимақтың оңтүстігіндегі қазіргі Қызылорда облысында Сырдария өзені бойында, яғни Арал маңында өмір сүрген болатын оғыздар. Ал қарлұқтар олар батыс түрік қағанатының ішіндегі ең ірі тайпа осы қарлұқтар болған болатын. Қарлұқтар да Жетісу жерінде пайда болып, дамып, олар Түргеш қағанатынан кейін пайда болған болатын. Ал енді бұл жердегі жалпы қимақтар 9-11 ғасыр, қыпшақтар 11 ғасырдан 13 ғасырға дейін өмір сүрген болатын. Жалпы Қазақстан территориясындағы осы қарахандарды да, қыпшақтарды да және үшіншісі мемлекет Қытай мемлекетін өмір сүруін тоқтатқан мемлекет бізде моңғолдар болған болатын, яғни Шыңғыс хан. Ал 10-шы сұрақтың жауабы бізде қимақтардың орнына құрылған мемлекет Қыпшақ мемлекеті. Келесі. Әбілқайырды қолдаған кіші жүздің 29 старшыны Ресейдің қол астына өту туралы ант берген мерзім. Әбілқайыр кіші жүздің ханы 1730 жылы екі елшіні Санкт-Петербургке жіберген болатын. Ол Құдағұлұлы мен Қоштайұлы. Бұл екі кісіні жіберудегі басты мақсат шығысымыздағы жоңғарларға тойтарыс беру керек болған. Ол үшін Ресеймен одақ құра отырып, жоңғарларға шабуылына тойтарыс беру үшін. Сол себепті 1730 жылы Құдағұлы мен Қоштайұлын елшілікке жібереді. Ол елшілікті Санкт-Петербургте құшақ жайып қарсы алады. Кейін, бір жылдан кейін, яғни 1731 жылы қазанда, жалпы 1731 жылы Ресейден, яғни Санкт-Петербургтен кіші жүз жеріне Тевкелев деген елші келеді. Осы Тевкелевтің қауіпсіздігіне жауап беруге Әбілқайырдың ұлы Нұралы сұлтан кейін хан болады. Осы кісі жауап берген болатын. Тевкелевтің амандығына, яғни қазақ жерінде кіші жүзде ешқандай зардап шекпеуіне жауап берген тұлға. Кейін 29 старшынмен Ресейдің қол астына ант берген уақыты бізде 1731 жылдың қазан айында. Яғни бізде 11-ші сұрақтың жауабы А варианты болады. 1729 жыл. Жалпы 29 жылы бізде Аңырақай шайқасы болған болатын. Аңырақай шайқасында бізде Сабалақ деп аталып кеткен. Кейін осы Аңырақай шайқасында
бірде жекпе-жекте жеңіліп көрмеген жоңғардың батыры Шарышты өлтірген бізде Абылай болады. Осы Абылай атасының атынан ұрандап шыққан болатын жекпе-жекке. Осылай бізде 11-ші сұрақты талдалды. Келесі 12-ші сұрақ. Қазақстанда азамат соғысы басталған мерзім. Азамат соғысы. Қазақстан территориясында 1917 жылы, ең бірінші 17-тен бастайық, кіші сандардан. 1917 жылы 27 ақпан күні бізде ақпан революциясы болады. Жалпы ақпан революциясы кезінде Романовтар әулетінің ең соңғы патшасы екінші Николай тақтан кетеді. Екінші Николайдың тақтан кетуінен кейін бізде монархиялық жүйе толығымен күйрейді, яғни құлайды. Осыдан кейін бізде қос үкімет орнайды, яғни уақытша үкіметпен Ленин басқарған большевиктер. Бұл бізде азамат соғысы басталған мерзім емес. Нұсқасы. Бұны сызып тастаймыз. Келесі 1919 жыл. Бұл да сәйкес келмейді, себебі 1919 жылы бізде азамат соғысы кезінде әскери коммунизм деген саясат орын алған болады. Әскери коммунизм. 1918 жылы мамыр айында азамат соғысы басталған уақыт. А варианты. Азамат соғысы басталып 1918 жылы 2 жыл аралығында болады, яғни 1920 жылдың дейін аралықта. Бұл жерде егер Қазақстанда азамат соғысы аяқталған жыл деп келетін болса, онда 1920 жылды белгілейміз. Ал егер басталған жыл деп көрсетіліп тұрса, 1918 жылды. Келесі 13-ші сұрақ. Әлемдік және дәстүрлі дін басшыларының алғашқы съезі өткен қала. Әлемдік және дін басшыларының алғашқы съезі. Бұл жерде бізде Мәскеу. Ол Мәскеу, Ресей жеріндегі, бұл болмайды. Ресейдің қаласы қазіргі. Екінші вариантта Астана. Әрине біздің Астанамыз. Астана Қазақстандікі. Келесі Пекин, Қытайдың астанасы. Бішкек Қырғызстандікі. Сонда бұл жерде бізде әлемдік дін басшыларының алғашқы съезі өткен қала бізде Астана болып есептеледі. Және бұл ең бірінші съез өткен жыл деп сұралатын болса, 2003 жылды белгіленеді. Жалпы 5 негізгі съез қарастырылған, яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші съездер. Оларға әрбір уақытқа 3 жыл қосып отырамыз. Яғни 2006, 2009, 2012, 2015 жылдар. Осы съездерге уақыттарды қосып отыратын боламыз. 2009-2006 жылдар. Осылай бізде бүгінгі сабағымыздағы тест талдау нұсқасы аяқталды.